Бүгін біздің Олжастың туған күні. Туған күніңізбен құттықтаймыз. Тезірек тойыңыз болсын. Және Фортуна бар. Қалайсыз? Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерді сағындық. Біз мобилогер сіздерді сағындық. Көңіл күйіңіз қалай? Барлығы күшті, енді кішкене қобалжу бар. Енді қаншалықты көп уақыт болды эфирге шыққанымызға. Иә. Инсан сюрприз жадына келген. Иә, өте күшті. Керемет сюрприз болып шықты. Иә. Тағы да құттықтаймыз, сіздер де құттықтаңыздар. Бұйырса тойымыз болады деп жатыр енді. Өздерінің әлеуметтік желінен мүмкін білмеймін енді қосылайықта болмайды дейді. Бірақ алдағы уақытта бәрін бірге білесіздер. Иә, міндетті түрде эфирді көріп жүріңіздер. Құттықтап қойыңыздар міндетті түрде Олжасты парақшасына өтіп. Достарым. Ақерке, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Жұпсыз өткен алғашқы күніңіз қалай өтіп жатыр? Как обычно. Нормально. Мен бүгін мынандай сұрақ қойып жатырмын. Махаббатта пауза деген бола ма деген сұрақ қойып жатыр. Махаббатта пауза деген болған кезде, знаешь, ол айырылысады деген сөздің почти жартысы ғой негізі. Потому что бір-бірін жақсы көретін адамдар олар пауза ала алмайды. Олар бір күн, екі күн, үш күн бір-бірін көрмей жүре алмайды. Пауза деген дұрыс емес. Мысалы, болашақта жаңа қарым-қатынаста пауза алмас едім. Алмас едіңіз. Диораның көңіл күйі қалай екен? Жақсы болып тұр, иә. Елдар мына орынды өзі таңдады ма әлде? Қалай? Солай болып қалды. Осылай болып қалды. Мен таңдадым, мен айттым ғой, отырамын дедім. Отырамын дедіңіз. Кеше бірақ бір кісі сізге ескерту айтқан сияқты еді. Кім маған ескертті? Ұмытып қалдыңыз ба? Жарайды. Мен енді осы туралы ештеңе. Осы туралы ештеңе айтпаймын. Сіз қалай ойлайсыз, махаббатта пауза деген нәрсе бола ма? Егер долгие отношения болатын болса, орны бар деп ойлаймын, потому что бывают моменты, когда пара тек минустарын көріп кетеді. Сол кезде мой совет лучше какой-то мелочь замечать, и сол кезде ауызбен айтса, мне кажется, они помирятся. Пауза максимум 2-3 апта болу керек. Елдар, сіз қалай ойлайсыз? Махаббатта, жалпы ара қатынаста пауза алған дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Неге десеңіз, екі жақта может суып кетуі мүмкін да. Ара қатынаста мен пауза алмаймын. Алмайсыз. Айтамын, пауза алмаймын. Ондайға келіспеймін. Бірақ сізге айтқан ба? Иә, айтқан. Оған ондай ситуация бар. Регресс. Сосын ажырасып кеттіңіз ба, екіге ет қалдыңыз? Жоқ, мен айттым, нақты пауза қоятын болсаң, жүрмей қойып. Пауза никак. Либо жүреміз, либо жүрмейміз. Сол адамды, либо я, либо жоқ деген сондай немен жүреді. Солай. Гүлдің көңіл күйі қалай екен? Как всегда, күшті. Сіз қалай ойлайсыз, махаббатта пауза деген нәрсе дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын негізі, арасында пауза болған адам. Арасында пауза болып тұру керек та, әділетке барып тұратын. Адам бір жалығып кетеді ғой. Жалыққанда не үшін жалығады? Ұрыс болса жалығады деп ойлаймын. Ата ұрыс ішінен бәрі нормально болса нормально. Ал отбасылық өмірде сіз уже үйлендіңіз, сол кезде қалай Ол болады? кезде пауза деген дұрыс деп ойламаймын. Просто не болса дұрыс емес сияқты пауза деймін. Ол кезде де мысалы болады ғой, сондай жаңағы жүріп жатқан кездегі ситуация ол кезде де болады ғой. Ол кезде де болады, но бірақ ұзаққа созылмау керек деп ойлаймын. Қысқа ғана пауза болу керек. Ойсан. Бүйтіп теріс қарап жатты да. 30 секунд, 30. Негізі әйел бір түн ренжіп жатуға болмайды жігітке. Көңіл қала бастады. Сол үшін жігіт бір түн ренжітпеу керек. Хотя бы ренжіп ұйықтамау керек просто.